достар, күнделікті радиодан, теледидардан ауа райы туралы хабарламаны тыңдауға болады. Ауа райы мен климат әр жерде әртүрлі болады. Мысалы, бір жерде күн ыстық, ашық болса, бір жерде жаңбырлы, бұлтты аймақтар. Осындай ерекшеліктер күн сәулесінің түсуіне байланысты. Арктикада температура салқын, ал тропиктерде температура ыстық. Осы видеода біз осындай климаттық белдеулер туралы айтамыз. Ең бірінші белдеу ол полярлық белдеу. Полярлық белдеуде тірі ағзалар аз кездеседі. Ол жерде қыс пен жаздың айырмашылығы білінбейді. Антарктида картада оңтүстік жарты шарда көрсетілген. Ал Арктика солтүстік жарты шарда белгіленген. Айналаның бәрі қар мен мұз. Қыста -40 градус, жазда -10 градус. Жануарлары ақаю, морж, итбалық. Антарктидада пингвиндер, теңіз мысығы өмір сүреді. Еске сақтаған жөн, ақаюлар Арктикада, пингвиндер Антарктидада өмір сүреді. Келесі белдеу субполярлық белдеу. Субполярлық белдеу картада көк түспен берілген. Суб деген сөз латын тілінен жанында дегенді білдіреді. Бұл белдеу полярлыққа ұқсайды, алайда температурасы әлде қайда жылы. Қыста -20 градус, ал жазда 0 градус. Жануарлардан лемминг, үкі, солтүстік бұғы және қар түлкісі кездеседі. Қызықты мәлімет, осы белдеуде эскимостар деп аталатын халық өмір сүреді. Олар өз үйлерін ағаштан емес, қардан тұрғызады. Ондай үй иглу деп аталады. Үшінші белдеу қоңыржай белдеу. Қоңыржай белдеудің климатты өсімдіктерге өте қолайлы. Сондықтан осы белдеуде ормандар мен шалғындар көп. Қоңыржай белдеу картада жасыл түспен белгіленген. Біздің мемлекет Қазақстан да қоңыржай белдеуге кіреді. Жануарлары дала бүркіті, саршұнақтар, ұзаққа жүгіретін бөкендер мен тоғайдағы аюлар. Субтропикалық белдеу. Осы белдеудің жазында +20 немесе +30 градус, ал қыста 0 градус. Субтропикалық белдеу өзінің жылулығымен ерекшеленеді. Оған Түркия, Испания, Греция, Иран, Италия сияқты мемлекеттер кіреді. Жануарлары жолбарыс, қабылан, хамелеон және маймылдар. Балақай, сен білесің бе? Әлемдегі ең ыстық жер Ливияда температура 57 градусқа дейін көтерілген. Осы мемлекет тропиктік белдеуде орналасқан. Тропиктік белдеуде температура 30-35 градус. Картада сары түспен белгіленіп тұр. Жануарлары арыстан, зебра, пілдер, антилопалар мен шөл жануарлары. Және де осы белдеуде ең үлкен әрі құрғақ Сахара шөлі бар. Бұл шөлде қар алғаш рет 40 жылдан кейін жауып, еріп кетті. Субэкваторлық белдеу. Осы белдеуде әлемдегі
ең үлкен Амазонка өзені орналасқан. Ол картада көрсетілген. Субэкваторлық белдеуде қысы жазы орташа температура 25 градус. Осы аймақта бәріне танымал джунгли деп аталатын ормандар бар. Ондай джунглилерде түрлі жәндіктер, құстар, экзотикалық жануарлар мен қолтырауындар өмір сүреді. Ең соңғы климаттық белдеу экваторлық белдеу. Бұл белдеудің көп бөлігі Индонезия елінде жатыр. Жануарлары субэкваторлық белдеудің жануарларына ұқсас. Бұл белдеуде температура үлкен болғанымен жаңбыр көп жауады. Балалар, тағы да қызықты ақпарат алғыларыңыз келсе, қолдау көрсетіңіздер.